Армысыздар ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигімде қазақ халқын басқарған, қазақ хандығының бастауы болған төре деген сөз қайдан шыққан осы туралы айтқым келеді. Жалпы төре деп біздің қазақ халқының дәстүрінде Шыңғыс ханның ұрпағын атаған. Енді бұл Шыңғыс ханның ұрпағын төре деп атаған дүние жүзіндегі жалғыз халық бұл қазақ халқы. Басқа халықтардың барлығы Шыңғыс ханның ұрпағын алтын ұрпақ, Шыңғыстың ұрпағы деп атаған. Бірақ қазақтар Шыңғыс ханның ұрпағын төре деп атаған. Енді осы сөздің тарихына келетін болсақ, менің өзімнің ойларым келесі. Біріншіден, жан-жақтан жиналған әртүрлі жаһан даланың жан-жақ бұрыштарынан жиналып қазақ хандығы, қазақ ордасы деген мемлекеттің туын көтерген кезде, сол әртүрлі рулардың арасында арбитр болсын, төреші болсын, төре болсын деп арнайы Шыңғыс ханның ұрпағын шақырды деп ойлаймын біздің ата-бабамыз. Неге Шыңғыс ханның ұрпағына өздерінің арасында төре болу функциясын жүктеді деген сұраққа келетін болсақ, менің ойымша біздің ата-бабамыз тарихты керемет білген. Және де соның ішінде Шыңғыс ханның тарихын керемет білген деп ойлаймын. Шыңғыс хан үлкен империяның негізін құрған кезде Шыңғыс хан ешқандай дінге, ешқандай тілге, ешқандай руға басымдылық бермеген адам. Бұл әділдіктің шыңы деп айтамын. Шыңғыс ханның империясында далада мал бағып жүрген көшпенді, қалада отырып сауда жасап отырған саудагер, христиан, мұсылман, тәңірші, немесе жаңағы әрбір рудың өкілдері барлығы заң алдында тең құқылы болған. Бұндай тәртіпті Шыңғыс хан өзінің империясында қатаң бақылап, аманат ретінде өзінің мұрагерлеріне айтып кеткен. Бұны жетік білген, яғни бұл тарихты керемет білген біздің ата-бабамыз 1460 жылдары, яғни 15 ғасырда Әбілқайырдан бөлініп шығып, қазақ ордасының, ақ ордасының туын көтеріп жеке мемлекет жариялаған кезде, бұл мемлекетті арнайы басқару үшін Шыңғыс ханның ұрпағын шақырып, соларға билікті береді. Яғни билік болғанда да, ол билік абсолютті монархия емес, Европа, Ресейдегі сияқты. Ол жаңағы құрылтайда көптеген Шыңғыс ханның ұрпағының ішінен, халықтың көңілінен шыққан өкілді ғана ақ киізге отырғызып хан жариялаған. Және де ол хандар әртүрлі қазақ руларының арасында төрелік қызметті атқарған, яғни арбитр болған. Әртүрлі рулардың арасында болып жатқан жанжалдарды шешіп, әрбір рулардың арасындағы қарым-қатынасты реттеуші функцияны атқарған. Сондықтан да қазақ халқының тарихындағы төрелер төрге отырғызылған. Көрдіңіздер ма? Өйткені төрені әділдік үшін, Шыңғыс ханның әділдік дәстүрін жалғастырған үшін төрге отырғызып қатты құрметтеген. Бұл да ағайын біздің тарихымыздың бір беті. Сондықтан да қазақ хандығының, қазақ халқының бірлігінің сақтаған төрелерге құрмет, сол төрелерді жан-жақты демеп отырған әрбір қазақтың руына қошемет деген келеді ағайын.